қазақ мен әлемде көп жерде болдым. 35 жылдың ішінде почти. Басқа ұлттан артық болмаса кем емес те. Намысы жоғары халық. Бізде требованиямыз төмен. Мысалы, қазақ пен немісті қойып қойыңызшы. Қазақ немістен қай жері кем? Одан асып түседі қазақ. Қазаққа қазір демалыс күнде керек десеңіз істеп береді. Мейрам күні керек десеңіз істеп береді. Сіз неміске кешкі сағат 6-дан кейін істемейтін уақыт болса или 4-тен кейін оған айтыңызшы. Ол сізді сотқа беруі мүмкін. Жұмыс істетіп көрсең. Дұрыс қой? Неге олардікі сапасы алдың ұмытып кетесің, керемет. Өйткені требование жоғары. Талап, иә? Талап. Бізде неге өйтіп қоймайды? Бірақ оны орындау үшін жағдай жасау керек. Сол кезде бәріміз айтып тұрғанымыз сол ғой, бір бағытта жүруіміз керек. Бәр талапты орындауымыз керек. Үлкен жұмыс қой аға. Әрине үлкен. Енді көш келе түзеді дейді. Бірақ соны қазір көрсек, мен онда айтар едім, 10 жылда жетеміз, 5 жылда күнде орысша айтқанда поступательный движение көріп тұрсақ, Біз соған келе жатырмыз ба? Кішкене болса. кейбір жерде аз-азбен келе жатырмыз, көңілден шықпайды да.